Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен үй жағдайында лагман жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Видеоны қарап бастамастан бұрын каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Себебі алда әлі көптеген қызықты видео рецепттер болады. Біз ең алдымен лагманымыздың қамырынан бастайтын боламыз. Яғни ең алдымен қамырымызды илеп дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін онға бір жұмыртқаны салып, жақсылап қолымызбен, яғни крошка қылып, осылай үгітіп, толығымен жұмыртқаны араластырып алатын боламыз. Және де біз тұзды ұнға салмаймыз, ең алдымен суға ерітіп, суға араластырып алатын боламыз. Жақсылап жұмыртқамызды араластырып болғаннан кейін суымызды шетінен құя отыра, және де тура жаңағындай видеодағындай құйған суымызды да қолымызбен үгітіп отырып, крошка қылып жасап отырып, солай қамырымызды илейтін боламыз. Су құйған кезде қазір бірден біріктірмейміз, яғни алдымен крошка жасап алып, содан кейін бірақ толығымен крошка болғаннан кейін барып қамырымызды біріктіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап отырсаңыздар, осы видеода анық көрсетілген. Ұнымызға суды бірден құюға болмайды. Себебі бізге жұмсақ емес, сәл қаттырақ қамыр болған жақсы. Сонда бізде қамырымызды пісірген кезде, піскеннен кейінде де бізде лагманның қамыры қатты, яғни тірі болып пісу үшін осылай шетінен ғана суды құйып отырып, шетінен илейтін боламыз. Сонда бізде қамырымыз қатты, сондай нағыз тірі, свежий дейміз ғой, сондай жақсы қамыр болып шығады бізде. Қамырымызды илеп болғанда бізде қамырымыз мүлдем қолға жабыспайды, және де сәл қаттылау болады. Дәл осы видеодағындай. Енді біз осы дайын болған қамырымызды целлофан сыртынан кигізіп демалтатын боламыз. Яғни 10-15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Қамырымызды шетке қарай алып, енді өзімізге қажетті көкөністерімізді жақсылап жуып турайтын боламыз. Ең алдымен мен осы редканы турайтын боламын. Редканы турап, тұзды суға салып қоямын. Басқа да көкөністерім турап болғанша тұзды суға салып қоямын. Тұзды суға салғаным себебі осы редканың құрамында кішкене сәл қышқыл дәм болады. Сол қышқыл дәмді алу үшін, тамаққа қышқыл шықпау үшін тұзды суға салып қойғанымыз дұрыс болады. Аз ғана бір қасықтай тұзға салып, араластырып, осы тұзды суда ұстайтын боламыз. Әрине көкөністерді сіздер өз қалауларыңызша төртбұрыштап, ұсақтап, болмаса мен сияқты соломка қылып турасаңыздар болады. Бүгінгі менің қолданатын көкөністерім ол редка, сәбіз, картоп және қызыл көк бұрыш, ет, пияз және міне ең соңғысы көріп тұрғандарыңыздай менде тоңазытқышта қатырылған стручковый фасоль дейміз. Әр жерде әрқалай аталады, әрине. Бізде жанду деп атаймыз. Көкөністерімізді толығымен турап болғаннан кейін қамырымызды алып бір рет басып, қайтадан целлофанға салып, тағы да 10-15 минутқа тындыратын боламыз. Біздің қамырымыз жақсылап тынды, енді жұмыс жасауға өте ыңғайлы, қолайлы және жұмсақ. Енді біз қамырымызды, сұйық майымызды жаға отыра сәл жұқартатын боламыз. Жұқартып болғаннан кейін өзіміздің ыңғайымызға қарай кесіп алатын боламыз шетінен. Әрине мен ұзынынан кесетін боламын, ал сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша кессеңіздер болады.
Осылай ұзыншалап кескен қамырларымызды қолымызбен бір-бір қысып, домалақтап формаға келтіріп алып, өзімізге созғанға ыңғайлап, содан кейін лағманымызды осылайша созып бастайтын боламыз. Толығымен бір мәрте лағмандарымызды, қамырларымызды яғни созып алатын боламыз. Қамырларымызды жақсылап бір рет созып болғаннан кейін біз теріс қарай аударып және астынан бастап алып тағы да бір рет созатын боламыз. Ендігі созған қамырларымыз бізде әрине жіңішке болып шығады және осы қамырларымызды біз май жаға отырып дәл видеодағындай орап шығатын боламыз толығымен. Сіздер қамырды өз қалауларыңызша табақтың үстіне де орасаңыздар болады, ал менің жағдайымда мен дастарханның үстіне бірден орай беретін боламын. Және де біз қамырларымызды, яғни бірінші слой қылып астына орап шыққаннан кейін ортасына міндетті түрде сұйық май жағып, және де екінші қатарды дәл солай үстіне орап шығуға болады. Менде бұл жерде үш қатарды бірінің үстіне бірін толығымен орап болғаннан кейін бетін целлофанмен жауып, тағы да 10-15 минутқа қойып қоятын боламын. Қамырларымыз 10-15 минут тұрды, тағы да жұмсарды, жұмыс істегенге өте қолайлы. Және де мен сіздерге көрсетейін дегенім, қамырды алған кезде осылайынан алып, бір рет столға ұрып жіберсеңіздер, қамырымыз кәдімгідей жұқарып жіңішке болып созылады да, содан кейін 2-3 мәрте оны созудың қажеті жоқ. Яғни осылай алғаннан кейін столға бір рет жақсылап тартып ұрып алғаннан кейін бір-ақ рет қана созатын боламыз. Міне дәл видеода көрсетілгендей. Мінекей достар, біз қамырларымызды толығымен созып болдық. Енді біз қамырларымызды осылай қолымызға жинайтын боламыз. Қамырларымызды қолымызға жинап, столдың үстіне 1-2 мәрте ұрып жіберсек, бізде қамырларымыз бірдей қалыңдықта болатын болады. Осы дайын болған қамырларымызды қайнап тұрған тұзды суға салып, бір рет қана бұрқ еткізіп, қайнатып пісіріп алатын боламыз. Яғни бізде қамырларымыз су бір қайнаған кезде бірден алатын боламыз. Және де мен қамырларды піскен кезде бірден столдың үстіне қоямын. Ешқандай да суық суға салмаймын. Бірден столдың үстіне, яғни дастарханның үстіне қойып, жай ғана қолымның ұшымен сұйық май жағатын боламыз. Бізде достар қамырымыз толығымен дайын. Ендігі кезекте біз осылайша біздің лағманымызға тұздық, яғни подливасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз етімізді қызартып қуырып аламыз, және де етімізді қуырғаннан кейін үстіне пиязымызды салып, оны да бір мәрте қуырып алатын боламыз. Енді оның үстіне тұзды судан сығып, жаңағы редкамызды саламыз, оның үстіне және сәбізімізді саламыз. Осылай рет-ретмен толығымен қуырып шығатын боламыз. Барлық көкөністерді рет-ретмен қуырып болғаннан кейін су құятын кезде мен бағанағы біздің қамырымызды пісірген суды құямын. Бізде подливамыз толық дайын болғаннан кейін ғана мен осылай бұрышты бетіне ғана саламын. Салып және де
бір рет қана қайнатып алатын боламыз. Сонда бізде қызыл бұрышымыз ешқандай да езіліп кетпейді және де өте дәмді, өз дәмінде тұратын болады. Осымен достар, біздің лагманымыз дайын. Баршаңызға ас болсын.